Мынау уақытысында батыстың адамдары бір мұсылман кісілерді ортаға алып әңгіме бастаған екен. Осы сендер шошқаны харам дейсіңдер, шошқаны жек көресіңдер. Ол да бір жануар ғой ол да. Алланың жаратқан жаратылысы емес пе ол да? Жарайды, жегілерің келмесе жемей ақ қойыңдар. Бірақ былай адамдарға жариялайтындай ондай емес қой. Егер сондай болса дәлелдеңдер айтқан сөздеріңді. Деп батыстың бір адамдары, мұсылман емес адамдар әрине, осындай мәселе көтеріпті. Жаңа кісі айтты, жақсы, дәлелдеймін ба сіздерге? Жақсы. Онда ертең менің қорама келіңдер, мен сендерге дәлелдеп беремін. Сөйтіп қорасын шақыртты жаңа кісілерді. Үйінде қорасына сөйтіп екі бөлмеде жасатыпты қорасының ішінде. Біреуіне бір ұрғашы шошқамен еркек шошқаны қамап қойыпты. Екінші жағына бір қоймен қошқарды қамап қойыпты. Сөйтіп жаңа айтты, 2 күн біздің үйде қонақта боласыздар енді деді. Не болды? Соңында көресіңдер. Енді 2 күн бойы ана бір-біріне үйренді ғой енді. Шошқаның ұрғашысы мен еркегі, қойдың да ұрғашысы мен еркегі. Сөйтіп 2 күннен кейін, ал енді 2 күн болды. Енді не істейсің енді? Десе, енді мынау шошқаның қорасына бөтен еркек шошқаны кіргізді. Бұлар 3 болды енді. 2 еркек, бір ұрғашы. Сөйтіп мына жаққа да еркек қошқарды кіргізді. Бұяқта да біреу еді ғой. Третий лишний кірді мына жақта. Бірақ мына жақта третий лишний деген әңгіме жоқ екен мына жақта. Өте жомарт екен, ана алдында жатқаны бар ғой. Жомарт, ақ көңіл, ой деп қояды дейді. Анау кіре салып ұрғашыға бас салды дейді. Мына жақта. Өте дружный екен бәрі. Мына жақта третий лишний әңгіме болады мына жақта. Кәдімгі екеуі соғысып, қырылысып, жақындатпайды дейді. Қошқар тұрып алған дейді былай. Қойды арқасын өткізіп алған дейді. Былай болса былай, былай өткізбейді дейді. Кейін айтыпты, бауырлар, мен сендерге әдейі, сендер баран деп күлесіңдер ғой. Сол баранды әдейі көрсеттім. Негізгі мен жылқы әкелмегеніме мен рахмет айтыңдар. Жылқыны әкеліп қойғанымда мына жерге. Онда сойқанның көкесін көретіндер деп айтты дейді. Сол себепті біз шошқаны жемейміз деп айтты дейді. Жаңағы кісілер сөзде шапалақ ұрып мәз болды. Біз енді түсіндік деп айтады дейді. Сендер шошқаны етін дейсіңдер осылайынан. Сөйтіп әйелдеріңді қызғанбайсыңдар. Көрінгенмен қалай жүріп жатыр, не болып жатыр, мән бермейсіңдер. Бәрің дружный болысыңдар. Кім баласы, кімнің әкесі білмейсіңдер. Біз өзіміз баран демей ақ қойып. Бірақ мына Алланың жаратқан жаратылысындағы нағыз еркек болып жүрміз біздер. Мін әйелімізді қызғанамыз біз, қыздарымызды қызғанамыз. Бізде шариғатта осылай деп айтқан. Сол кезде бар жаңа батыстан келген мәдениет сымақтарының көздері ашылған екен.